Бәріне сәлем, мен Павлодар педагогикалық университеттің қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша 3-ші курс студенті Жұмаш Бекайым. Мен жалпы классикалық шығармаларды оқығанды өте қатты жақсы көрем. Көркем әдебиеттің ішінде менің ең сүйікті шығармам бұл Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясы. Не себепті жақсы көрем? Себебі бұл роман эпопеяда тек Абайдың өмір жолы ғана емес, сонымен қатар сол кезеңдегі өмір тіршілік, қазақ қоғамының бейнесін өте керемет жеткізе білген шығарма. Бұл яғни Абайдың тұлға болып қалыптасуы, сол кезеңдегі қазақ қоғамының өмірі, қазақ қоғамында болған әділетсіздіктерді, шарасыз қалған күйлерді сонымен қоса өте керемет баяндаған туынды. Сол үшін де осы Абай жолы роман эпопеясын әрбір қазақ оқуы керек деп ойлаймын. Мен эстафетаны Түркістан облысында орналасқан Қожа Ахмет Яссауи университетіне жолдаймын.